Сәлем достар, қалайсыздар? Көптен бергі осындай үзілістен кейін сіздерге осындай еркін тақырыпта әңгімелесумен бастауды жөн көріп жатырмын. Жалпы сіздерге айтатын жаңалығым өте көп. Ең біріншіден, біздің каналымызға тіркеліп, бізді қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта, Алла қаласа, жақсы пайдалы видеолар шығады деген ойдамын. Сондай жоспарларымыз бар, бұйырса соның бәрін орындауға тырысатын боламын. Ең бірінші сіздерге айтатын жаңалығым, мен Жапониядағы жұмысымнан шықтым. Неге деген сияқты жаңағыдай сұрақтар, неге Жапониядағы жұмысынан шықтың, оған не себеп болды деген сұрақтардың болатыны сөзсіз. Сіздерге осындай видеомен жауап беруге тырысып көрейін. Жалпы мен жұмыстан шыққандағымда себептер өте көп. Бұл шешімді бірден қабылдаған жоқпын. Әрине бұған көптеген жаңа факторлар да әсер етті. Одан кейін бұл ұзақ уақыттық толғаныстан кейін қабылдаған шешім болатын. Біріншіден, менің жұмысым сәл алысырақ, 1,5 сағатта. Мысалы, мен үйден бірінші бекетке барамын, бекеттен пойызға отырып 1 сағат жүріп барам, одан кейін тағы да 5-6 минутта жүргенде жалпы 1,5 сағат жолыма кетеді. 1,5 сағат барғаныма, 1,5 сағат қайтқаныма. Бұл ең бірінші фактор. Одан кейін мен жалпы бірінші кезекте кім екенімді еске түсірдім. Әрине менің есімде бар, әрине, бірақ бәрін объективті түрде ойлаған кезде соның бәрін қайтадан өзіме айтуға тура келді да. Біріншіден мен анамын, жармын, яғни үйдің жалпы жылуын, ұясын сақтап тұратын адаммын. Мен мысалы балабақшаға, әрине 2 балам да балабақшаға барып жүр, Нашатай мен Ағыстайда. Бірақ мен балаларыма кішкене уақыт бөлуім азайды ма деп ойлап қалдым да. Жеткілікті дәрежеде уақыт бөле алмай кеткен сияқты болып өзіме сөйтіп ойладым да. Мысалы, таңғы сағат 7:30-да апарып тастаймын, одан кейін барып өзім ары қарай жұмысқа кетемін. Одан о жақтан ертерек жұмыстан шығып, балаларды алып үйге келемін дегенше 6:30-7 болып қалады. Одан кейін барып тамақты тез дайындап, енді тамақ дайындау жағынан ешқандай да мәселе жоқ, бірақ соның бәрін тез дайындап, тамақтың бәрін ішіп болып, балалардың келесі күнге балабақшаға киімдерін дайындайын дегенше 8:30-9 болып қояды да. Одан кейін балалар шаршайды. Одан кейін олар ұйықтайды. Демек, бұл сапалы түрде біз уақыт өткізе алмадық, тек қана сенбі-жексенбі ғана. Бұл маған аздық етті. Енді басқа бір ата-аналарға бұл жеткілікті болуы мүмкін, әрине. Енді жағдайға байланысты ғой, бірақ мен өз басым туралы айтатын болсам, ол кішкене маған аздық етті. Соны ойладым. Одан кейін сол сенбі-жексенбі күні шаршап, балалармен одан кейін тағы бір жаққа барып, оларды барынша 5 күннің орнын толтыруға тырысамыз ғой. Одан Аян екеуміз оларды сенбі-жексенбі күні бір жақтарға апарып, жерлерді көрсетіп, уақыт өткізуге тырысамыз да. Бірақ сонда да ол бізге аздық етті. Жалпы сондай, енді соның бәрі жиналып келіп, жұмыстан шыққаным дұрыс па деген шешім қабылданған болатынбыз. Менің жұмыс беруші компания өте жақсы. Менің жағдайымның бәрін 100% түсініп отырды. Балаларым ауырып қалса жұмыстан сол күні айтып қалуға рұқсат беріңіз деген кезде ешқандай да жоқ деп айтпай, сен анасың, сен түсінеміз деген сияқты жақсы жауаптар айтатын, қолдады мені. Одан кейін менің жұмыс уақытым 8 сағаттық жұмыс уақытын маған 6 сағатқа қысқартып берді. Мысалы, балаларды апарып алып кеткенде ыңғайлы болу үшін барлық жағдайымды жасады, бірақ енді бәрібір адам болғаннан кейін енді шаршайсың, тағы басқасы бар деген сияқты. Содан кейін сол жұмыстан шыққаным дұрыс па деген сияқты ойға келдік. Аян да мені қолдады. Жалпы бірінші айтатын жаңалығым осы. Жұмысымда ешқандай да мәселе жоқ, ешқандай да ұрысып олай кеткен жоқпыз. Мен оларға жұмыстан шығатынымды айтқан кезде де олар маған айтты: "Жадыра, біз сенің осылай жүргеніңді қаншаға дейін шыдайды деп өзімізде ойлағанбыз" дейді. 2 балаң бар, оңай емес. Осы жаққа келіп қайтадан сабақ бересің, қайтадан балалар, оңай емес әрине. Осы шыдағаныңа, осы еңбегіңе рахмет деп сондай жылы сөздермен шығарып салған болатын. Енді жалпы жұмыстан шыққаннан кейін енді не істейсің деген сияқты табиғи сұрақ туындайды, табиғи жолмен.
Енді не істеген кезде біздің өзіміздің Аян екеуміздің бірге жасап жүрген бір жұмыстарымыз бар. Сіздерге басын ғана айтып өтейін, бірақ Құдай қаласа нақты нәтижесі шыққан кезде сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Себебі бұл өте пайдалы, өте жаңағыдай көп адамдар бізден сұрап жүрді соны. Енді соны сондай заңды жолмен жасаймыз деген ниетіміз Құдай қаласа орындалып жатыр. Бірақ енді басқа компаниялармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Егер бәрі де нәтижесі жақсы болып жатса, онда сіздерге бірінші болып Инстаграмда болсын, Ютубта болсын сіздерге жария ететін боламын. Айтпақшы, осы кезде айта кетейін, бұл Аян екеуміз жасап жатқан жобамыз, ол тікелей Қазақстанмен байланысты. Яғни ол бізге Инстаграмға болсын, Ютубқа көп адамдар жазып жатыр, Жапонияға жұмысқа қалай барсақ болады, оқуға қалай барсақ болады деген сияқты әртүрлі сұрақтар болып жатыр ғой. Соған байланысты біз соның бәрін заңдастырып, адамдар заңды түрде, орысша легально деп айтады ғой, сондай түрде Жапонияға келіп білім алса, жұмыс жасаса деген оймен сондай бір соған байланысты жоба да. Одан бөлек кішігірім Қазақстандағы менің әпкем сияқты болып кеткен, туғанымдай болып кеткен менің әпкем бар. Сол қызбен біз сауда жасап бастаған болатынбыз. Биыл бұйырса 8-ші айда, тамыз айында 2 жыл болады екен. 2 жылдың ішінде біраз жаңағыдай адамдардан жақсы пікірлерді алдық, сондай бір қолдауларды таптық. Одан кейін сол осындай жасап жатқан онлайн саудамызды офлайн қылып дүкен ашсақ па деген ойымызда жүзеге асып жатыр. Құдай қаласа, оның да жаңағыдай ашылу салтанаты тағы да басқа сияқты нақты бөліктермен сіздермен тағы да Инстаграмда бөлісетін боламын. Мүмкіндік болса, Қазақстанға барған кезде де кішігірім влог түсіру ойда бар. Айтпақшы, осы кезде де айта өтейін, бұйырса біз Қазақстанға шілде айының 17-сі мен 26-сы аралығында баратын болдық. Сол уақыт аралығында енді барынша сол әпкеммен ақылдасып, ашылу салтанатын жасамақ ойымыз бар. Одан кейін өзіміз Аян екеуміз жасап жатқан компаниямыздың келіссөздері бұйырса жақсы өтіп жатса, сол жаққа барып келісім шартқа отырып келетін тағы да сондай бір жоспарлар бар. Ол туралы нақтырақ келесі жолы айтатын боламын. Сол себепті Инстаграм парақшама тіркеліп, Ютубқа тіркеліп, бізді қолдап, бізді бақылап отырыңыздар. Ең міндетті түрде айналысатын нәрсем, яғни ол мен жапон тілін нақтылап қолға алмақшымын. Неге? Себебі біздің Аян екеуміздің бірге жасап жатқан жобамыз, Аян енді өзінің жұмысы бар ғой Жапонияда. Сонымен кішкене қарбалас болып, қазір солай болып жүрді. Өзі жеке бір проект алып, енді мына жұмысты жүргізу үшін мен жаңағыдай жапон тілін білуім қажет, жеткілікті дәрежеде, бизнес дәрежеде. Сол себепті мен жапон тілімді жақсылап қолға алып, арнайы курстармен ба солай оқып бір дәрежеге жеткізуім керек. Әрине ауызекі тілді түсініп сөйтеміз, бірақ енді бизнес тілде басқа бір адамдармен келісім шарт тағы да басқасы бар деген сияқты нәрселермен сөйлесу үшін жапонша деңгейің әрине жоғары болу қажет. Соны қолға алмақшымын. Бірінші орында сол болады. Одан кейін барып, осындай жақсы жаңалықтармен сіздермен Ютубта да бөлісіп отырғым келеді, Инстаграмда да бөлісіп отырғым келеді. Сол блогты, яғни осы Ютубты да жақсылап қолға алмақшымын. Енді жаңағыдай айтады ғой, Қытай түйе сұрасаң бие береді деген сияқты, сол жылдың аяғына дейінгі мақсатым өте үлкен. Орындала ма, орындалмай ма, оны Құдай біледі, бірақ сонда да соған мақсат етіп, соған еңбектеніп жұмыс жасағым келіп жатыр. Сіздерден тек қана қолдауды күтемін. Сондай майда жұмыстар жасалып жатыр. Одан кейін сол балалармен жақсылап уақыт өткізгім келеді. Балалардың балабақшасы не болады деген сұрақ болып жатыр. Ол сұраққа әзірше нақты жауап айта алмаймын, бірақ бұйырса екеуінде балабақшаға барғыза беруді ойлап жатырмыз, бірақ уақыт жағын кішкене қысқарақ қылып. Ол үшін мен визамның да статусы өзгереді. Мен сол Аян жұбайы ретінде dependent виза деген бар, соған өтіп 28 сағат мен part-time жұмыс жасай аламын. Ол жұмысты сол өзіміздің жеке кәсіп деген бизнеспен тіркегіміз келеді, бірақ оның әлі белгісіз, себебі жұмыс ресми түрде шыққан кезде 3 айға дейін саған сондай ұйымдастыру жұмыстарын беруге рұқсат береді.
жалпы балабақшаға балалар бара береді да, сол уақыт аралығында біз енді соның барын амалын қарастыратын боламыз. Жалпы осындай жағдай соңғы кездерде, сол жұмыстан шықтым деген күннің өзінде де қазір күнделікті жаңағы жұмыстар жүргізіліп сөйтіп жатыр. Сол сіздерге осы қарбаластықтың ішінде уақыт тауып осындай видео жазып жатырмын. Жаңағыдай ютубымда аз да болса адамдар көбейіп жатыр екен да, соған ойладым, Жапония туралы меніңше қазақша жаңағыдай жақсы ақпараттар жеткізе аламын деген ойдамын. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Жалпы айтайын дегенім осы. Тағы да басқа сұрақтарыңыз бар болса, онда міндетті түрде астына пікір қалдырып, қолдау сөздеріңіз болса, оған да ризамын. Соған қалдырып кетіңіздер. Инстаграм парақшамызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта талай қызықты видеолар болады деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыз.